Үшінші тоқсанның алғашқы сабағы химиялық элементтердің периодтық жүйесінің құрылымы. Оқу бағдарламасына сәйкес оқу мақсаттары: топ, период, атом номерінің физикалық мәнін түсіндіру. Сабақтың мақсаты: периодтық кестенің құрылу принципін біледі, химиялық элементтердің қасиеттері және периодты түрде өзгеретінін түсінеді. Топтар мен периодтар туралы түсінеді. Барлық химиялық элементтер Менделеевтің периодтық кестесінде жүйеленген. Одан элементтердің салыстырмалы атомдық массасын, ал оның атомдық номері арқылы атом ядросының зарядын және сол шамаға сәйкес протон және электрон сандарын анықтайды. Периодтық жүйенің құрылымы элементтерінің реттік немесе атомдық номері деп атайды. Химиялық элементтердің периодтық жүйедегі құрастырудағы негізгі принцип барлық элементтерді периодтар мен топтар деп бөліп орналастыру. Натрий элементі бойынша периодтық кестедегі атомдық реттік номер 11. Дәл осылай барлық элементтің жоғарғы жағында әр элементтің өзіндік реттік номерлері бар. Әр топ өз кезегінде негізгі және қосымша топшаларға бөлінеді. Топтардағы элементтер химиялық қасиеті жағынан өзара ұқсас болып келеді. Химиялық элементтердің периодтық кестедегі құрылымы периодтар, топтар, қатарлар, қосымша топшалар, табиғи ұяластар болып бөлінеді. Менделеевтің химиялық элементтердің периодтық жүйесі мұнда химиялық элементтердің қатар бойынша көрсетілген. Период деп сілтілік металдардан басталып, инертті газдармен аяқталатын элементтердің горизонтал қатарын айтамыз. Ол міне литий, мұнда литий элементінен неон элементіне дейін инертті газдармен аяқталатын горизонтал қатарды айтады. Периодтық жүйеде жалпы 7 период бар. Мұнда период деп жазылған бірінші, екінші, үшінші периодтар міне кіші периодтар деп аталса, ал төртінші, бесінші, алтыншы периодтар олар екі қатардан тұрып, оларды үлкен периодтар деп атаймыз. Ал жетінші период аяқталмаған, себебі қазірде білесіздер, жаңадан ашылып жатқан элементтер бар. Қатар деп араб санымен белгіленген 10 қатарды айтамыз. Қайтадан периодтық кестеге оралатын болсақ, 10 берілген 10 қатар кіреді. Үлкен периодтар жұп қатарынан 4-ші, 6-шы және 8-ші 10-шы тек металдардан тұрады және бұл қатардағы элементтердің қасиеті аздап қана өзгереді. Үлкен периодтардың тақ қатарындағы элементтердің қасиеттері типтік элементтер сияқты солдан оңға қарай өзгереді. Топтар дегеніміз тігінен орналасқан элементтер қатарын топтар деп атаймыз. Периодтық жүйеде жалпы 8 топ бар. Олардың номері рим цифрларымен белгіленген. Топ номерінің элементінің ең жоғарғы тотығу дәрежесіне сәйкес келеді. Мысалы, бірінші топ бойынша міне литий, натрий, калий элементтері, рубидий, цезий, франций элементтерінің валенттілігі тұрақты бір валенттілікке ие. Ал екінші топтың элементтері бериллий, магний, кальций, стронций элементтері, олар екі валентті элементтер. Үшінші топтың элементтері де өз топ номерімен сәйкес келеді. Қалған